Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға бір жәдігердің тарихы атты онлайн жобасын жалғасын ұсынамын. Осы жолы қазақ халқының ұлттық киімдерінің бір түрі жарғақ шалбар жайында баяндаймын. Қазақтың дәстүрлі киімдері сонау көшпелі кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін өзінің тамаша әсемділігімен, ыңғайлығымен қолданыстан қалмай келе жатқан асыл қазынамыз. Дәстүрлі киімдерді зерттеу халқымыздың тарихы мен мәдениетін, маңызды мәселелердің зерделеуімен тығыз байланысты. Олар тек көшпелі өмір салтына, қолайлы және эстетикалық талғамды көрсетіп қана қоймай, бай тарихи мәдени мұра ретінде өткен ғасырдағы әдет-ғұрып, салт-дәстүр, өз иесінің хал-ахуалын жан-жақты хабардар етеді. Қазақтың дәстүрлі киімдерінің тарихы Евразия көшпенділердің тұрмыс-тіршілігімен тығыз байланысты. Көшпенділердің киім үлгілерінің тігілу мен пішілу тәсілінде сабақтастық сақталған. Олар атқа отыруға қолайлы болу үшін ойлап тапқан кен шалбар мен өңірі ашық, қаусырылатын кеуде киімдерін адамзат өркениетіне қосқан. Қазақ халқының ұлттық киімі экологиялық, климаттық жағдайларды ескеріп және рухани құндылықтарды сақтай отырып тігілген. Киімдер негізі қазақ даласын өзінен өндірілетін. Дәстүрлі қазақ киімдерінде ежелден бері пайдаланып келе жатқан материалдар жергілікті әдіспен аң, мал терінен өндірілген. Мал жүнін иірілген жіптерде және басылған әр алуан киіздерден жасалып дайындалатын. Көшпенділер 4 түлік малдың терісі өте бағалы шикізат болғандықтан, оны илеу, өңдеу, ал жүнін тазартып жуу, бояу, иіріп, жіп алу тәсілдерін жақсы меңгерген. Иленіп, әбден өндірілген жұқа терін қазақтар жарғақ дейді. Қызғылт түске боялып, түрлі түске өрнек салынған жарғақ теріден тігілген шалбарды жарғақ шалбар деп атаған. Бұл сәнді киімді кезінде батырлар, бектер мен билер, сал-серілер салтанатқа киген. Шалбар сырт киім. Шалбар жүріп тұруға ыңғайлы пішімделеді де, тізеден төмен жері тар, бел тұсы қапсырылған, балағы кен, ұшқыры бітеу етіп тігіледі. Ғалымдардың көпшілігі оны кем дегенде ерте темір дәуірінің мал шаруашылығымен және аңшылықпен айналысқан көшпелі тайпалар ойлап тапқан деп есептейді. Дәстүрлі қазақ қоғамында шалбар қалтасыз әрі кен етіп тігілген. Ол тұрмысқа, мініске, малдас құрып отыруға, тағы басқа қолайлы болу үшін жасалған. Балағы кейде етік қонышына салынатындай, тар немесе сыртқы шығарылатын кен болады. Көшпелі тұрмысқа ыңғайластырылған шалбардың бау ұшқыры өткізіледі. Оның атқа мініп түсуге кедергі келтірмеу үшін ешқандай түймесі, ілмегі жоқ, белдік орнына бау пайдаланылады. Ертеде қазақ қоғамы шалбарды жаздық және қыстық деп екіге бөледі. Алғашқысында матадан тігілген сырма шалбар мен жарғақ шалбар жатады. Түгі қырылып, иленген мал терісінен қына, тал қабығы, жосамен бояп, алдымен барлық жағын түрлі жібек жіптермен айшықталған жарғақ шалбарды байлар, жас жігіттер сәндікке киген. Қарт адамдар көбінесе балағы жарық кен шалбар киіп жүрген. Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінің экспозициясында 19 ғасырдың аяғында жасалған Жұмағали Абиевтің отбасына тиесілі жарғақ шалбар ұсынылған. Ол ешкі терісіне жасалған сарғылт түсті, күннің көзі, геометриялық гүл шоқтар мотиві қолданылған. Түрлі жібек жіптермен өрнектеліп кестеленген. Ұзындығы 89 см, белі 54 см. Достар, жобаның келесі шығарылымын өткізіп алмаңыздар. Кездескенше.